Ортада Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Аягөз мектептерінің құрамасы жастар КВН командасы. Сәлем, фестиваль! Астанаға анда-санда кеп тұрам. Келген сайын конфетпен пішінен жеп тұрам. Азамат, сен айтқан тақпағын маған мүлдем ұнаған жоқ. Мен гламурный қыздың Аяз атаға айтқан тақпағын айтам. Аяз ата қандайсың, ту! 90-дағы шалдайсың, тіпті. Не дейді мынау? Китайский пима киіп ап, Армани деп алдайсың. Шіркін лайф үш Бурабайда. Армысыздар көрермендер, сіздермен Корея және түрік кинолардың рейтингі жағынан басып озатын Шіркін лайф бағдарламасы. Және оның жүргізушілері мен Тақырбас Маржан. Және де нәбір бала. Сен неге мен атында айтқан жоқсың? Сені бәрібір ешкім танымайды, мен де танымайды. Ей бала, мен жаңа маусымда жаңа тақпақпен бастағым кеп тұр. Баста. Айнаға мен қарайым, шашымды жиі тарайым, қарыны менің тоқ екен, сөйтсем шашым жоқ екен. Көрермендер, қатысушылар тоқтаңдар. Бүгін Маржанның туған күні. Біз Маржанға бүкіл коллективпен жиналып, үлкен қара тарақ сыйлаймыз. Қазір Қазақстанның жолдары жөнделуде, сонымен тамашалайық Қазақстанның жөнделмеген жолдары. Ал енді Қазақстанның жөнделген жолдары. Бесінші, 6-шы класста оқитын қыздарға жігіттері өз сезімін қалай білдіреді екен? Балалар, ана, Арай бар ғой, алты оқитын. Арай ма? Иә, соған жүрек деп айту керек. Үй, сол да сөз ба? Әсет, үйретші бауырыңды. Ол қыз, ақырын мойнынан аласың, деп сүйесің де, давай жүрек дейсің. Бетіне түсем. Барса şimdi 11 оқып, 6 оқитын қызға сөз айта алмайсың ба? Давай жүрейік. Арал теңізі мүлдем тартылып қалса, аралдың балықтары не істейді екен? Не істейміз, Каспийға барамыз, кеттік келе. Тамашалаймыз. Тырнағын ала алмай тұрған қыз. Жаным, Не болып қалды, жаным. Не болды? Тырнағым тұсқалдап бер жіберші. Астанада 3 күн болдық. Сонда байқағанымыз, Астанада барлық ұлттың халықтар тұрады екен. Бірақ бәрі қазақ тілінде сөйлейді. Сарыарқадағы жас қала, бізге болған баспана, жайна жаса, Еуразия жүрегі, Астана! Қазіргі шығатын команда дәл сондай жолдама